Сәлем, менің тоқмашы феяларым. Бүгін сіздермен осындай плюшевый әдемі резинка тоқып үйренетін боламыз. Бізге осындай плюшевый жіптер қажет. Мен міне біріншісін мынандай розовый түстен тоқыдым. Бұл плюшевый жіптер менде қалдық жіптер. Қалдық жіптерді іске асыратын боламыз. Бүгін осындай сұр түсінен тоқып көрсететін боламын осындай плюшевый резинканы. Мынандай жай ғана резинка міне менде. Осыдан осындай плюшевый резинка тоқитын боламыз. Менде крючок номер 4, резинка и жіп. Ең бірінші резинкаға өткіземіз крючокты, жұмыс жібімізді тартып шығарып, бір воздушный петля көтереміз. Бір. Енді мынау қалған артық қысқа жібімізді осылайынан резинканың бойымен айналдырып, жасырып тоқып кететін боламыз. Бірінші қатар бізде столбик без накида. Столбик без накида қалай тоқылу керектігі менің YouTube каналымда мастер-классы бар. Бірінші қатар бізде осындай столбик без накида тоқылады. Мынау қысқа жібімізді жасырып, осылайынан тоқып кететін боламыз. Бұл бірінші қатарда біз қанша столбик без накида тоқыдық санамаймыз. Осылайынан резинкамызды тартып, нығыздап тоқи беретін боламыз. Өйткені резинка бітіп ашылған кезде іштегі резинкамыз көрініп қалмау үшін бірінші қатарда көбірек тоқимыз столбик без накиданы. Осылайынан тартып тоқи отырып, біз бірінші қатардың аяқ жағына келіп қалдық. Ең бірінші тоқыған петлямыздан крючокты өткізіп, жұмыс жібімізді тартып, соединительный петля жасайтын боламыз. Міне, бізде бірінші қатар осылай шықты. Екінші қатарды тоқу үшін біз 3 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3. Енді столбик с накидом тоқимыз. Бізде екінші қатарда крючокқа жібімізді іліп аламыз. 3 воздушный шыққан жерге, тура осы жерге біз столбик с накидом тоқитын боламыз. Столбик с накидом қалай тоқылуда менің YouTube каналымда мастер-классы бар. Енді келесі петляға 2 столбик с накидом тоқимыз. Бұл қатарда әрбір петляға бізде 2 столбик с накидом тоқылады, өйткені мынандай пышный болып шығу үшін. Міне, әрбір петляны өткізесіз крючокты, жібіңіз тартып шығарып, столбик с накидом тоқисыз. Әрбір петляға 2 столбик с накидом. Осылайынан айналдыра қатарымыз аяқталғанша тоқып шығамыз. Соңғы петлялар тоқылып жатыр. Әр петляға 2 столбик с накидом. Бұл қатарда да біз соединительный петлямен аяқтаймыз осылайынан. Жұмысымыз толық аяқтау үшін бір воздушный петля көтеріп, жібімізді қиып тастаймыз. Қалған жібімізді жаққа қарай крючокпен жасырып тастаймыз. Осылай бір петля жасап аламыз бірінші. Сосын кейін барлығын резинканың арасынан, петлялардың арасынан өткізіп жасырып тастаймыз. Ол шешіліп, ары қарай тарқатылып кетпейді. Қалғанын қиып тастасақ та болады. Міне, бізде осындай плюшевый резинка дайын болды. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.